Сәлеметсіздер ханымдары, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен орыс халқының ұлттық тағамы болған борщты әзірлейтін боламыз. Бұл үшін қажетті ингредиенттерді видеоның астына толық жазып қоятын боламын. Ең бірінші куриное филемізді кесіп, одан соң картошкамызды ұзыннан, яғни соломка етіп кесіп аламыз. Мінекей картоптарымызды кесіп алдық. Келесі кезекте сәбізімізді де дәл сол қалыппен кесіп аламыз. Мінекей сәбізімізді де болдық. Одан соң болгарскийімізді, қызылшамызды дәл сол қалыппен кесіп шығамыз. Мінекей келесі кезекте орам жапырағымыз, яғни оны да дәл сол қалыппен барлығын әдемілеп жіңішке етіп кесіп шығамыз. Мінекей барлығы дайын. Ендігі кезекте қызып тұрған майымызға пиязымызды салып, 3-4 минут қуырып, одан соң куриное филемізді жақсылап 3-5 минут аралығында қуырып аламыз. Одан соң сәбізімізді саламыз. Дәл сол қалыппен қалған ингредиенттерімізді де салып, жақсылап жоғары отта қуырып аламыз. Аздап тұз қосамыз. Одан соң орам жапырағымызды жақсылап жоғары қызып тұрған отымызда жақсылап қуырамыз. Одан соң біраз қасық томатная пастамызды салып, барлығын бірге араластырамыз. Және де қажетті мөлшерде суымызды құйып алып,
өзіңізге ұнаған приправаларды, яғни дәмдеуіштерді қосып қайнатуға алып қоямыз. Мінекей боршымыз дайын. Өздеріңіз үстін қалағанша безендірулеріңізге болады. Өте дәмді, ингредиенттерге бай болып піседі. Сізге видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.